Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Бүгін біз Ақмола облысы Зеренді ауданында Қанат аға деген ағамыздың қонағында 1025.2 деген Беларусь МТЗ тракторіне сәл шолу жасаймыз. Аға, трактор қай жылғы? Қашан алдыңыз? Трактор 11 жылғы. 11? Иә, 12 жылғы сатып алдым. Агрофинанстан. 11 жылы жаңадан сатып алдыңыз, е? Жаңадан сатып алдым, иә. Сонда 11 жыл болды ма? 12 жылға кетіп баратыр, е? Иә. Қолданызда. Тек қана өзіңіз жүрдіңіз бе трактормен? Өзім ғана жүрем, сосын ұлым жүреді Тархан. Екеміз. Бүкіл жұмыс осымен атқарам. Егуді, шабуды, жинауды, тасуды. Үйдің жұмысы барып кел, шауып келге істеп жүрем. Қозғалтқыш қандай мынанда? Мұнда 245 мотор. 245.S, я турбированный дұрыс қой, я? Турбированный. 106 аттың күші бар мұнда. 106 атты күші бар. Сонда 2 мостты жасайды ғой, дұрыс қой? 2 мост жасайды. Бұның несі карданы тура коробкадан келеді, задний мосттан. Ана парашютик дейді ғой. Аха. Қазіргі міне. Онда емес бұныкі. Сол жер жақсы. Мен міне қанша 12 жыл жүріп береді, кардан сол күйі, сол кардан бірге айналып келеді. Мен шешпеймін да, керек кезде қосам, кнопкамен, керек жолында қоспаймын. 11-12 жылда тракторге көп көңіл бөлдіңіз ба? Істеп, ремонт жасап дегендей. Ремонт жасаған моторын бір рет парша бойын ауыстырдым, енді уақыты келді ғой бұнда. Иә, енді, дұрыс айтасыз. Мосты, коробка бәрі сол күйі, сол қалпы. Ешқандай нарекание жоқ. Алдыңғы мосты бәрі. Мына резинаны көріп тұрғандай, резина өзінің резинасы міне түсіріп көріңіз. Размерлері артыңғы 34, 18-4, радиусы 34. Мөрін түсіріңіз міне. Мынау бүкіл шиналар родной ғой, е? Иә, бәрі. Ауыстырмаңыз. Алды, бәрі, мен ауыстырған жоқпын. Биыл шина. Алдыңғысы Алдыңғысы 360-70, радиусы 24. 10-25.2 қозғалтқышы. Трактор 2011 жылы алынған. Ана коробканың аржаны түсірейік. Мына навескасы Ілгісі, е? 12-21-ге ұқсас. Ұқсас ба әлде бір деймі? Ұқсас, мұна кіші аздап кішірейтілгендей. Ананы кішкенелі көндеу 21-ді. Көбісі айтады, навескалары ұстамайды дейді, ілгіші ұстамайды. Анау принудительно қоясыз ғой, сонда ұстамайды дейді. Сізде ондай болды ма? Жоқ, ұстамауын басында болды. Ол мен басқаша бір не істеп қойдым, күршек сап қойдым ішінен рычагқа. Рычаг ол қозғала береді, сосын бала түсіп кетеді екен. Енді ол түспейді. Мен соқылып қойсам да, 3 тонналы груз болса да, бұл түспейді. Тұра береді. Ұстатып қоямын, фиксировать етіп, иә. Бірақ бір жері мұнаның цилиндр өзі баспайды мұна навесканы. Бірақ шланг келеді астынан мұнау. Бірақ шланг келеді, иә? Көтереді. Түсірді, ол түспейді. Ақырын өзінің күшімен түседі бұл. Сонда плавающий жібергенде өзі түседі, е? Иә, өзі түседі. Көтергенде под давлениесі. Иә, под давлениемен көтереді. Өзі ақырын түседі. Қатты түсіріп дөңгелек көтерем десем, артын көтермейді. Мынау таза Беларусьтың сборкасы екен ғой, иә? Иә. Минский тракторный завод 2011 жыл. Таза Беларусьтікі жұмыста енді 11 жылдан бастап жұмыс істеп жатыр. Мына центрофугамен. Бәрі соғалып орында. Міне айтқан карданым міне коробқа кетеді. Бұл жерде ана парашютик дейді ғой, редуктор ұстап тұратын бөлек. Ол жоқ. Осы жақсы. Негізі бұлай қиыншылық көрдіңіз бе аға осы трактормен? Жоқ, мен ешқай жерде көрген жоқ. Бұл надежный. Мен өзім трактордың жағдайын түсінемін ғой, көп білетін мені. Шаруа қожалығымен айналысқалы неше жыл болды? Ол 2000 жылдан бері ғой.
23 жылға жылға таман болды. Глушителіме жерде сына берді түбі. Аха. Сосы мен өзім қолда мынадай істеп қойдым. Өт жасап қойдым турбаны. Қолдан жасадыңыз, иә? Иә. Енді осы мен өзі сенімді жүрем. Сынбайды да өзі неше жыл. Неше гектар егесіз? Мен 160 гектар егем ғой. 160 гектар. Сонда осында ілмелі болғанда сізге соқада ілмелі, борына ілмелі ме, әлде прицепті ме? Жоқ, мен соқада ілем бұған. Неше корпус соқа ілесіз? Төртеу. Қинала ма? Қиналмайды. Жүре береді. Неше, қандай жер, неше сантиметрге обработка жасайсыз? Где-то бір 20-ға апарам. Жай огород жыртарда вообще терең кетеді. Ол бұрынғы жыртылып жүрген жерлер ғой енді. Ауыл арасындағы. А зубы борона неше метр тасиды? 6 метрлік зубы борына. Ол пружинный мен өзім қолда істеп алған адаптатор. Культиватор неше метр тасиды? Культиватор 4-3. 4-3. Дисковый борына неше метр тасиды? Дисковый борыны міне мына жерде тұр. Оны 3-2. 3-2, иә? Иә. 2 диск. Артында катогы бар. 2 ряд диск дейсіз ғой, иә? Иә, 2 ряд. Катогымен бірге ол прицепті болып табылады, иә? Ал ағайын, міне осы трактор 2011 жылдан бастап жұмысын атқарып жатыр. Қандай трактор, осындай трактор алам деген адамдарға қандай кеңес бересіз? Енді күші көп мұнаның. Ана жай мал шаруашылығына сондай бір ұстаймыз пайдалан дегендерге енді бұдан кішіректей трактор жақсы. Мұнаған жыртып, егіп, істейм дегенге күші көпті ғой бұның енді. Оны алуға болады. Мысалы, мал шаруашылығы болса, егінге тиіспесек, я жерге тиіспесек, 82-де бір жарай береді дейсіз ғой, я? Мысалы. 980 қандай бар еді тағы? 892.2. Олар да жарайды енді. Бірақ ол 892.2 ол уже қазіргі кезде соқамен де жұмыс істей алады. 82 мал шаруашылығына арналған. Күн неше килограммдық мұнда? Күн 800. 8 жетіп жатыр сізге, иә? Иә. Бірақ негізі жеңілдірек, иә? Күн жеңілдірек былай қарағанда. Мынау быстросъемный дейді ғой. Быстросъемный, иә? Сол бірге алдыңыз ба? Бірге алдым, иә. Сол бірге 800 килограммдық. Мен бұған 2 сеялка СЗС тіркеймін. 2 сеялка аз емес па? Сосын артынан дисковый Велес Агронка қайда? Ника 4. Сол үшінші тіркеймін. Ана культивация жасайды алдында жасап отырады. Ана себет. Сіз алдында 2 сеялка бос болып кел жатады, обработка жасап кел жатады культивация. Ана бірге тіркеледі артынан. Анау дисковый сеялка, сонда тұқым егетін сеялка, ол артында кетеді. Артында кел жатады, иә. Сол егіп отырады. Сонда сіз 2 операцияны сразу жасайсыз ғой, иә? Алдын мосты, міне балка күшейтілген цилиндрі бар. Мына алдыңғы мост вообще несі жоқ, кінәсі жоқ. Қашан алдым, міне уже 11 жыл болып қалды, соны әлі істеп келе жатыр. Ешқандай несі жоқ. Жамандамайын. 2011 жылы неше теңге алдыңыз оны? 2011 жылғы 4 миллион 820 мың теңгеге алғам. 4 миллион, е? Оны агрофинанстан лизингке. Неше пайызбен болды сонда лизинг? Ой, ұмытып қалдым мен оны. Онда біз төлегенде жылына бір рет төлейтінбіз да. Қазір енді квартальный дейді ғой, процентный. Основной бір жылда. 3 айда бір рет төлейсіз? Жоқ, солай болған. Өтіп ұстадыңыз уже? Уже давно бітті ғой. Уже менікі ғой. 7 жылға берген. Қазіргі кезде осы трактор, дәл осындай трактор, 16 миллион 850 мың теңге тұрады. Қалай қымбаттап кеткен. Енді теңгенің бағасы да құлдырап жатыр, доллар көтеріп жатыр, рубльдің бағасы да не көтеріліп, не түсіп жатыр. Мен соның алғаннан ауыстырғаным насос, машинный. Сол күші кетіп қалды.
Сосын топливный насосты жуырда салдым. Ескірді өзікі. Насосы қандай топливный? Насос қазіргі ма? Иә, механикалық па әлде қандай болып тұр? Қазір Қытайдың насосын алып салдым. Қашан салдыңыз? Міне бір ай болды. Бір ай болды. Қалай жұмыс істеуі? Әлі қыста ғой, мен де андамда бақып келем. Маңайда жұмыс істеген жоқ бұл насоспен. Жақсы екен бұл насос. Күші де көбейді. Радиаторы бәрі соғапы, бүкіл кардандар бәрі. Мост. Вообще ештемесін тиіспеймін мен. Бәрі орында. Только ана насосын ауыстырдым, екі насосты ғана. Сосын мыналарды көбейтеттім. Болды. Ішіне көріп қалсақ. Қарап отсам, навигатор қойып қойыпсыз автопилотпен, иә? Иә. Мына автопилот кнопканы басқа өзі жүреді. Мен бұрмаймын. Бұрып берем. Сонда ол GPS-пен қарап алады да? Иә. GPS-пен рөлі осындай автопилоттың. GPS-пен картамен қарап алады да, сосын өзі жүре береді, иә? Салып берем өзіне. Аны суретін. Жүретін жолын. Өз оғып алады, сонымен кнопканы басам кетті өз жүреді. Мен де қарап отырам. Рахат. Рахат, сіз YouTube-та қарап отырасыз видеороликтерді, иә? Бейне түсірілімдерді. Қазір заманауи қойып қойған ағамыз. Рычагтар басқа мұнан. Жаңа түсірдім, көрініп тұрды. Бұрын кондер де болған. Алып тастадыңыз ба? Складқа сыймағасын алып тастадым, орындары шлангысы міне ішіне тұр. Жазың күні өлесіз ба сонда? Жоқ, складқа сыймайды, мен складқа кіріп шығам, бидай ағартам, жақтырам. Енді алып тастадым, болмайды енді. 10.25.2. Мысалы, қазір адамдар осы тракторды алған бетте қандай жұмыстар, қосымша қандай жұмыстар жасау керек осы тракторге? Мысалы, сіздің ойыңызша. Жұмысқа ма? Иә, мысалы, сіз айтып тұрсыз ғой, глушительді бер жаққа қарай шығардым деп, сосын қандай, мысалы, сондай пайдалы қосымша жұмыстар жасап сау керек? Глушитель салғаным, мына өзінде воздухан транері орында тұрды. Ол ба шаң боп, бір қапыр қыстық болды ғой жазда, ана жылда болатында. Сонда анам шаң кетті ішіне. Мен соны прозевать етіп қалдым. Содан ішіне шаң кетіп, поршневой сүртіліп, май жей бастады. Сосын қайтадан поршневойын ауыстырып, воздуханды мінжеге шығарып қойдым. Оның несі міне еді. Мен алып тастап едім оны. Жоқ. Ана тиетін болғасын. Алып тастадыңыз, иә? Иә, кіргенде алып. Шатырға тиетін болғасын алып тастапты ағамыз. Гидро сорғанның, гидронасостың күштері жетіп тұр ғой, иә? Бұны вообще өзіне круглый насос салу керек. Соны келешекте ойлап отырмын. Круглый, енші 32. Қазір на украинский бір кішігірім насос кішкентай. Ол 25. Ол күші аздау болып тұр. Ақырын көтереді. Негізі қазіргі кезде ақшаңыз болса, қандай тракторды алушы едіңіз? Осындай немесе Қытайдың? Қазір нарықта Қытай тракторлері өте көп, комфорты жоғары, бірақ негізі сайманына күмәнданамыз. Сайман жағынан өте қатты күмәнданамыз. Сіз қалай ойлайсыз? Мен алатын болсам, жаңадай осындай тәбіруін алып едім. Қытайдың моторы бірдеңесі кетсе, оны сайман сондық тұрамыз, бағасы арзан болмайды ғой бәрі. Мұнаны өзім қолдан үйренген, бәрін өзім жасаймын. Айналсам осымен. Осындай біреуін алып едім. Жаңадай, еркелеп жүруге. Күнді іштемелмеймін. Күнім осы тракторде болады, мен екеуінде ұстаушы едім. Навескасы бәрі, міне, қалай болды солай. Мынау шамды өзіңіз қостыңыз, а? Иә, өзім қостым, артынан көріп тұрған. Лафетте жүрем мен, шабам. Диодтық шаң. Бүкіл жұмыс істеймін. Шөп орайым, сабан орайым. Менің есім Ерлан Арын. Бейне түсірілім сіздің көңіліңізден шықса,
осы арнаға тіркеліп лайк басып пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды бейне түсірілімнің астында орын бар, сол жерге қалдырсаңыз болады сұрақтарыңызды. Осымен біздің шолуымыз аяқталады. Қанат аға, сізге үлкен рахмет. Сізді бүкіл Қазақстанның қазақтары, ауыз шаруашылықпен айналысқан қазақтары көреді. Сондықтан үлкен рахмет. Жұмысыңыз жемісті болсын. Басымыз аман, еліміз тыныш, тіліміз бүтін болсын. Сау саламатта болыңыздар.